Басында ми жоқ, өзінде ой жоқ, күлгішіл кердең наданның, көп айтса көнді, жұрт айтса болды, әдеті надан адамның. Хакім Абайдың дәл осы өлең жолдарын деструктивті діни ағымның сойылын соққан кей жастарға қаратып айтуға болардай. Расында тірлігі теріс, тілі тікенек тобыр, көпшіл емес кекшіл келеді. Түр-түсін танып білмейтін шетелдік псевдо уағызшының айтқанына сенеді. Діни экстремистік ұрандарға ереді. Осылайша сыртқы кертартпа күштердің қолжаулығы болған ез күресінге тасталса да көнеді. Өздері базар жағалап тапқанын жалған көсеміне береді. Әлеуметтанулық психологиялық зерттеулерге сүйенсек, радикалды идеология ықпалына билік құмарлар пайда күнем әсіре діншілдер ұшырайды екен. Ондайлар аталы сөзге құлақ асып, парықты пікірге тоқтамайды. Есесіне Құдайдың атын саудаға салып, жұмысқа жоспарын дінмен ақтайтын шетелдік содырлардың пәтуасын тыңдайды. Діннің сыртқы формасын пайдаланып, оның шынайы гуманистік, адамгершілік мазмұнын бұрмалайды. Буквализм бұғауы салынғандар зайырлы қоғамды мойындамайды, яғни адамды кәпір не мұсылман деп алалайды. Дәстүрді мансұқтап, бабалар жолын даттайды. Өнер, білім, әділеттен алыс, есесіне бейпіл сөзбен догмалық тартысқа жақын. Біліммен озғандарды күндейді, тілімен түйрейді. Бидғат, ширк деп шатақ шығарып, ел ішін алатайдай бүлдіреді. Өзге ұлт пен ұлысқа төзбеушілік көзқарасты ұстанады. Радикалды идеологияға ақылы тұсауланғандар, нәпсіқұмарлықтың құлы, ырысын итке ескеткен қырсық қаңыр надандар діттегеніне жету үшін жолындағыны қиратудан тайынбайды. Тікен еккен жерге бидай шашпайды. Сол секілді санасына радикалды ұстаным кірген адамның сау ақылға құлақ асуы да қиын. Сондықтан интернетті пайдалану кезінде дәстүрлі емес діни жолды насихаттағандардың ұранынан алыс болған абзал. Біз айтып отырған келеңсіздіктер олардың күнделікті өмірінде кезігетін кесапаттың бір бөлігі ғана. Одан әрі тереңдей берсек, түбі терроризмге апаратын қатерлі жол. Өзіңізді шатақ діннің шырмауығынан сақтаңыз.